Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы көлемді өлшеп үйрену. Біз осы сабақта көлемді өлшеу бірлігімен танысамыз. Көлемді өлшеу бірлігін оқып, жазып үйренеміз. Тағы көлемді өлшеп бір бірлігін келесі бірлікпен өрнектейміз. Мұғалімдерің сендерге бірнеше затты немен өлшейтінін естеріңе түсіре кетейін. Мұнда күріш бар, мұнда су бар, тағы мұнда таспа бар. Олай болса, төмендегі үш затты қандай бірлікпен өлшейміз? Ойланыңдар, балалар. Таспаның ұзындығын сызғышпен өлшейміз. Сантиметр деген өлшеу бірлігі сәйкеседі. Мұнда күріш бар. Күрішті қандай бірлікпен өрнектейміз? Ойланыңдар. Күрішті килограммен өлшейміз. Ал мына суды қандай бірлікпен өлшейміз? Екінші сыныпта сұйық затты қандай бірлікпен өлшегенімізді еске түсірейік. Сұйықты литр деген шамамен өрнектейміз. Олай болса, біздің бүгінгі сабақ сұйық затты өлшеуге байланысты жүріледі. Мұғалімдерім мына екі тысқа су қойды. Бұл суды стакандарға бөліп құяйық. Екі мұғалім қатар жасап көрсетейік. Мұғалімді қарсы алайық. Осы суды бір рет керектенетін стақан және де шыны стақан дайындап құйып көрейік. Екі тыстағы судың мөлшері шамамен қанша деп ойлайсыңдар? Қанша литр деп ойлайсыңдар? Мұғалімге рахмет. Стакандардағы суға қарасақ, мөлшері бірдей 1 литр. Біздің күнделікті керектенетін ыдысымыздың сыртында сол ыдысқа сиятын сұйықтықтың мөлшерін көрсететін өлшемі жазулы екен. Мысалы, ыдыстың мөлшері 1 литр екен. Тағы да өлшемі көрсетілген мынадай ыдыстарда керектенеміз. Ыдыста өлшемнің көрсеткіштері өте анық берілген. Біздің ыдысқа бөлген судың мөлшері екеуі де 1 литр. Неліктен бірдей мөлшердегі судың біреуі 5 стакан, келесі 4 стакан су болды. Не деп ойлайсыңдар, балалар? Шыны стақан қағаз стақаннан мөлшері үлкен. Күнделікті өмірде керектенетін ыдыстарымыздың мөлшері әр түрлі болады. Стакандарға құйған судың мөлшері бірдей 1 литр. Бірақ біреуі 5 стакан, келесі 4 стакан болған. Егер стаканның санымен өлшейтін болса, кеміп қалады. Дәл қандай мөлшердегі стаканмен өлшедік дегенді анықтасақ, біріншісі 5 қағаз стакан, келесі 4 шыны стакан. Бұған қарағанда 2 стаканның мөлшері әр түрлі. Енді стакандардағы суды бөлек бір ыдысқа құйып көрейік. Мынадай мөлшерде болды. Әрине 2 стакан су болды. Мұнда 1 литр су болған. 1 литр суды қайттық, 2 тысқа құйдық. 2 стаканнан болды. Екеуі бірігіп 1 литр. Бірдей мөлшерде болғандықтан қандай мөлшерде болады? Жарты литр деген сөз. 1 литрден кіші мөлшердегі сұйықтықты өлшеуге болады. Оны қандай бірлікпен өлшеуге болады дегенді біліп алайық. Мұғалім ыдыстың көрсеткішін көрсетті. 500 деген санды көрсетіп тұр. Мынау жарты литр.
жарты литр немесе 1 литрден кіші мөлшердегі сұйықты миллилитрмен өлшейді. Сұйықты 1 литрмен өлшейтінімізді екінші сыныптан бері білеміз. 1 литрден аз мөлшердегі сұйықты миллилитр деген бірлікпен өлшейміз. 1 литрді қысқаша U әрпімен белгілейтін болсақ, миллилитрді қысқаша ML әрпімен белгілейміз. Сендерде көргендей 500 деген өлшемде болатын. Бірі 500 миллилитр, екеуі бірігіп 1000 миллилитр немесе 1 литрімізге 1000 миллилитрге тең. Сұйықты өлшейтін тағы бір бірлік миллилитр екенін таныдық. Енді мына суды тең 2-ге бөліп қояйық. Қандай көлемде болар екен? Бақылаңдар. 500-ді 2-ге бөлсек 250. Бұл литрдің қандай бөлігіне тең екенін еске түсірейік. Бұл жарты литр болса, ал бұл жартының жартысы деген анықтамамен таныстық. Жарты литр келесі жартының жарты литрі. Оны кішкене төмендетейін. Жартының жарты литрі дегеніміз 250. 1 литрден кіші мөлшерде болғандықтан миллилитр қысқаша мол деп жазамыз. Жарты литр 500 миллилитр. Жартының жартысы 250 миллилитр екенін білдік. Онда мына стаканның сыйымдылығы қандай мөлшерде екен? Оны құйып көрейік. 250 миллилитр мөлшерде. Енді мынаны өлшеп көрейік. Көрсеткіші берілген өлшемді 30 бар. Бұл 200 миллилитр. Біз біліп алдық. Күнделікті керектенетін қағаз стакан 200 миллилитр. Шыны стакан 250 миллилитр екен. 1 литр екенін білдік. 500 миллилитр өлшемде біздің күнделікті керектенетін қандай нәрселер бар? Осылайша 1 литріміз 1000 миллилитрге тең екенін біліп алдық. Ыдыстың мұғалімнің көрсеткені 100 миллилитрді білдіреді. Жоғарғы жағында 200 миллилитр. 100 бен 200-дің ортасында түзу бар. Осы түзу қанша миллилитрді көрсетеді? 50 миллилитрді. Онда ыдыстың көрсеткіші 50 миллилитрге бөлінген екен. 1 миллилитр дегеніміз қандай мөлшерде екен білуге қызықтап отырған боларсыңдар, балалар. Мұғалімдерің көрсетсін. 1 миллилитрлік шприц бар. Жаңа шприц. Шприцті абайлап керектенейік. Ол шприц 5 миллилитрлік мөлшерде. 1 миллилитр суды өлшеп алайық. 1 миллилитр суды қайта төгіп көрейік. Қандай мөлшерде болады? Аз-аздан тамызайық. 1 миллилитріміз осындай мөлшерде екен. 1000 бөлігі бірігіп 1 литр болады. 1 миллилитр қандай мөлшерде болатынын экраннан қарап көрейік. Күнделікті керектенетін су шырынымыздың барлығы 500 миллилитр екен. Балалар, жаңағы үйренгенімізді өзімізді бағалап көрейік. Бірінші тапсырманы оқыңдар. Сұйықты өлшейтін бірлікті не дейміз? Ойланыңдар. Сұйықты өлшейтін бірлікті
литр дейміз. Өте жақсы. Ыдыстағы сүтті бірлікпен өлшейміз. Қандай бірлікпен өлшейміз? Ыдыстағы сүтке қарайық. 1 литр немесе 1000 миллилитр сыйымдылықтағы ыдыс. 1 литрден кіші мөлшерде болғандықтан қандай бірлікпен өлшейміз? Миллилитр деген бірлікпен өлшейміз. Тиісті санды жазамыз. 1 литр қанша миллилитрге тең? Айта қойыңдар. Әрине, 1000 миллилитрге тең. Біз көлемді қалай өлшеуге болатыны туралы біліп алдық. Түсінгенімізді бағалайық. 3 тапсырманы дұрыс орындағандықтан 3 қосу белгісін қояйық. Өздеріңді бағалап отыруға да болады. Оқулықтарыңның 404-ші есебіне зер салайық. Ыдыстың сыйымдылығы 10 литр су бар екен. Келесі ыдысқа зер салайық. Алдыңғысымен салыстырайық. Он 15 литр су бар екен. Келесі суреттегі әр үйде болатын ыстық шайнекте 2 литр су бар. Шайнекте 3 литр су бар. Азынан көбіне қарай жазайық. Дәптерлеріңе жазыңдар. Ең кішісі қайсы? 2 литр су екен. Содан бастап көбіне қарай ретімен жазыңдар. Жазып болған болырсыңдар. Жазғандарыңа назар аударыңдар. 2 литр, 3 литр, 9 литр, 10 литр, 15 литр. Өте жақсы. Біз бірлікті оқып жазып үйрендік. Ыдыстардағы сұйықтың көлеміне қарайық. Нешені көрсетіп тұр? 300 миллилитрді. Келесі ыдыстағы сұйыққа зер салайық. Зер сала қарап отырған боларсыңдар. 700-ден жоғары бір анық сызық. Олай болса 750 миллилитр екен. Екі сұйықтың қайсысы көп? Қарағанда белгілі 750 миллилитрі көп. Сұйықтың ыдыстарында осы бір анық сызықтан басқа да орталарында өте көп кішкене сызықтары бар. Осы неше миллилитрді көрсетіп тұрғанын ойланыңдар. Мысалы, 100, 200, екі ортасындағы анық сызық 150, мұна кішкене сызықтар 10 миллилитрді білдіріп тұр. Ыдыстың көрсеткішін жақсылап бақылап танысып отырыңдар. Біз сұйықтың көлемін оқып үйрендік. Үйренгенімізді бағалайық. Қай сұйық 1 литрден аз көлемде? Қарайық. Сүт қандай мөлшерде? 1 литр мөлшерде. 240 миллилитр мөлшерде. 2 литр мөлшерде толы шырғанақ шырыны бар. Олай болса, қайсы сұйық 1 литрден аз көлемде? Ойланыңдар балалар. Өздеріңді бағалап көріңдер. Мұнаны таңдаған боларсыңдар. Неліктен дегенде 1 литрден кіші мөлшерде. Келесі ыдыстағы шырғанақ шырынның мөлшері қанша? Қарайық. 1 литрден жоғары. 1 литр 500 миллилитр бар. Көлемнің мөлшерін өлшеп үйрендік. Және де сұйықтың көлемін оқып жазып үйрендік. Сыйымдылық, көлем деген екі нәрсені ажыратып білуіміз керек. Осы ыдыстардан байқап көрейік. Сыйымдылық деген не? Ыдысты толтырсақ қанша көлемде сұйық құйылады? 2 литр мөлшерде жаңағы ыдысымыз 2 литр сыйымдылықта. Ыдысқа назар аударайық.
Чырғанақ, шырыны деп елестетсек, қандай мөлшерде болады? Ыдыстың көрсеткішіне зер салайық. Ыдыстың көрсеткішін неше миллилитрмен көрсеткен? Қараңдар, бізге көрінген бұл сұйық 500 миллилитрдің астындағы сызықты көрсетіп тұр. Осылайша бір сызық 100 миллилитрді көрсетіп тұр. Осында берілген өлшем 400 миллилитр. Қайтадан сұйық қосып құяйық. Қандай көлемді көрсетті? 1 литрден асып жоғары 2 сызық бар. 120 миллилитр су бар. 2 литрлік ыдыстың сыйымдылықтары көлемнің мөлшері 1 литр 200 миллилитр немесе 1200 миллилитр. Ыдыс сұйыққа көлемі толды. Олай болса, қандай көлемде болады? 2 литр немесе 200 миллилитр сұйық бар. Оқулықтың 445 есебіне назар аударайық. Сұйықтың көлемін жазайық. Ыдыстың сыйымдылығына назар аударайық. Төмендегі кестеге алғашқы 3 есепті белгілейік. А. Ыдыстың сыйымдылығы мен көлеміне қарайық. А ыдысындағы сұйықтың толы мөлшерде, онда ыдыс 3 литр сыйымдылықта. Ондағы судың көлемі толы болғандықтан тағы 3 литр. Б ыдысына қарайық. Ыдыстың сыйымдылығы алдыңғысымен бірде 3 литр екен. Сұйықтың көлемі ортасындағы 2 литрді көрсетіп тұр. Сыйымдылығы 3 литр, көлемі 2 литр. В ыдысына назар аударайық. Ыдыстың сыйымдылығы қанша литр? 6 литр екен. Енді ыдыстағы сұйықтың көлемі неше литр? 5 литр екен. Өте дұрыс. 446 есепке зер салайық. Біз алдыңғы есептерде литрмен өрнектеген болсақ, енді миллилитрмен өрнектейміз. Балалар, А ыдысының сыйымдылығына назар аударайық. Неше литр екен? Сыйымдылық дегеніміз толы немесе соған сиятын сұйықтықтың мөлшері. 3 литр. Ондағы көлемнің мөлшері 1 литр 500 миллилитр. Оны миллилитрмен өрнектейік. Қалай өрнектейміз? 1 литр 500 миллилитр. Неше миллилитр болады? 1 литрге 500 миллилитрді қосамыз. 1 литр 1000 миллилитрге 500 миллилитрді қосып, 1500 миллилитр болады. Дәптерлерімізге жазып алайық. Осы бір сұйықты келесі бірлікке қалай өрнектейтінімізді көрейік. Келесі Б ыдысының сыйымдылығы қанша? Б ыдысын қалдырып, В ыдысының сыйымдылығына қарайық. 6 литр. Ыдыстағы сұйықтың көлемін табайық. Төрт литр мен 5 литрдің арасында қанша сызық бар екен? 1, 2, 3, 4, 5 сызық бар екен. Олай болса, бір сызық 200 миллилитрді көрсетіп тұр. Жоғарғы қарай 3 сызық бар болғандықтан 4 литр 600 миллилитр. 4 литр 600 миллилитрді миллилитрмен өрнектейік. Бірге жазайық. 4 литр 600 миллилитрді қайтеміз? 4 литрге 600 миллилитрді қосып, 4 литрде 4000 миллилитр бар. Осыған 600 миллилитрді қосайық. Тең 4600 миллилитр болады екен.
Есепті оқыңдар. Кәтелдегі суды 1 литрлік 3 ыдысқа құйғанда 600 миллилитр қалды. Кәтелде неше миллилитр су қалған? 1 литрлік 3 ыдыс дегеніміз 3 литр. Жоғарыдағы 600 миллилитрмен бірге 3600 миллилитр. Көлемнің бірліктерін келесі бірлікпен өрнектеп үйрендік. Өзімізді бағалап жазайық. Сұйықтың көлемін өлшеп үйрендік. Біздің күнделікті өмірімізде керектенетін әртүрлі көлемдегі ыдыстар бар. Оларды топтап көрейік. Мұнда литрмен өлшейтін ыдысты, ал мұнда миллилитрмен өлшейтін ыдысты қоямыз. Сендер де топтап жатқан боларсыңдар. 1 литр мөлшерлі сүт, айран, шырын бар. Көлемі кіші ыдыстардың барлығы миллилитрмен өлшейтін ыдыстарға жатады. Бұл да жатады. Мұны қайтеміз? Мұндай мөлшердегі ыдыстар 1 литрден аз ба, көп пе деп ойлайсың? Деп ойлап отырған боларсыңдар. Қарағанда 1 литрден көп көрініп тұр. Тұрмыс тіршілігімізде су қайнатқыш 1 литрден үлкен көлемде. Мұндағы ыдыстардың көлеміне қарайық. 1 литр бұл 1200 миллилитр немесе 1 литр 200 миллилитр. Мұнда 2200 миллилитр немесе 2 литр 200 миллилитр. Ал бұл тағы мұнда келеді. 300 миллилитр, 200 миллилитр, 100 миллилитр, 500 миллилитр, мына ыдыс 400 миллилитр. Сұйықты қалай өлшеу туралы үйрендік. Сабақтың соңында сұйықты өлшеп көрейік. Айта қойыңдар балалар. 200 миллилитр, 250 миллилитр, 500 миллилитр. Ыдыстың сыйымдылығы 500 миллилитр екен. Кіші мөлшердегі сұйықтың көлемі ыдыстың сыйымдылығын білдіреді екен. Үй тапсырма. Оқулықтың есеп 4445-446 есептерін толық орындап, 447-448 есептерін орындап келіңдер. Жеміс шырынның құрамындағы судың мөлшерін тарылтып үйреніңдер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар балалар.